Баршаңызға сәлем, сіздермен Естаева Албубек. Бүгінгі жасалынатын тағам гүл қуырдақ деп аталады. Міндетті түрде ең алдымен каналыма тіркеліп қойды, ұмытпаңыз. Гүл қуырдақтың ингредиент мөлшерлерінің барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Бұл тағамның ерекшелігі булочка сияқты нандарында, яғни бұл қуырдақты сіз нансыз, осы буға піскен нанмен жейтін боласыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, бағалап кетіңіздер. Бізге қажетті заттар ұн, сүт, ет, картоп, дәмдеуіштер және пісте май қажет болады. Бірінші кезекте қазанымызды қыздырып, пісте майды қойып, етімізді салып, крышкасын жауып, 10 минутқа қуырып қоятын боламыз. Келесі кезекте бір пиязымызды дәл видеода көрсетілгендей майдалап турап, қазанымызға саламыз. Одан кейін дәміне қарай дәмдеуіштермен тұзды қосып, 40 минут көлемінде оттығымызды азайтып, жақсылап араластырып, бұқтырып қойып қоямыз. Достар, айта өтейін, менің YouTube каналымда фастфуд, басқа да түрлі тағамдардың, пирожный, торттардың рецепттері бар. Достар, Pinduoduo сайтын әлі де білмесеңіз, менің YouTube каналымда What-I-Do тегін сабақ түсірілген. Достар, тамақтан тыс әңгіме қозғаған үшін кешірім сұраймын. Ендігі кезекте біз картопымызды осындай ирек пышақтың көмегімен әдемілеп турап аламыз. Дәл видеода көрсетілгенде, егер де бұндай пышақтарыңыз болмаса, кәдімгі пышақтарды қолдана берсеңіздер болады. Келесі кезекте біз булочка нандарымызды еретін боламыз. Ұнымызға сүтімізді құйып, одан кейін қант, тұз, дрож және де сары майымызды саламыз. Бұл біздің нанымыздың жұп-жұмсақ болып шығуы үшін. Дәл видеода көрсетілгендей бірінші араластырып, одан кейін жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей, мен қамыр илеп болдым. Енді үстінен тарелка жауып, жылы одеялымызға орап, 1 сағат немесе 40 минут көлемінде ашығанша қойып қоямыз. Біздің қуырылып жатқан етіміздің үстіне жаңағы туралған картопымызды салып, тағы да силиконовый таяқшаның көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Картоп пен етіміз араласқаннан кейін үстіне 2 кесе ыстық суымызды құямыз. Ескертетін жағдай, мұздай су құйып жүрмеңіздер, себебі еттеріңіз қатты болып қалуы мүмкін. Одан кейін тағы да картоп пен етті араластырып, крышкасын жауып қоямыз. Келесі кезекте ашыған қамырымызды дәл осылай оқтаудың көмегімен, не қалың емес, не жұқа емес, орташа көлемде қамырымызды жайып, бокалмен осылай кесіп формасын дайындап аламыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей сәндейтін боламыз. Біздің осындай булочка нандарымыз гүл сияқты болып шығуы үшін. Мен 3 қамырды осылай орап, ортасынан пышақпен кесіп, өздеріңіз көргендей 2 бөлікке бөлетін болам. Мінеке достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді орталарын осылай қолымызбен әдемілеп ашып аламыз. Ендігі кезекте біздің осы булочка нандарымызды орналастыру қана қалды. Картопымыз пісуге жақын қалғанда осылай жаңағы булочка нандарымызды қойып 20 минутқа бұқтырып қоямыз. 20 минуттың ішінде біздің тағамымыз дайын болады. Достар, видеоны жатса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мінекей, біздің әдемі осындай гүл қуырдағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Бір жасасаңыздар, әрқашан жасайсыздар. Енді сәндігі үшін және де дәмі үшін бетіне осылай жасыл чеснок жапырақтарын майдалап турап жаятын боламын. Бұл тағам менің ең сүйікті тағамдарымның бірі. Достар, менің каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қойды, ұмытпаңыз.